Сәлем достар, бүгін мен сіздердің назарларыңызға натурал көрсеткішті дәреже тақырыбына есептерді ұсынамын. Алғашқы есеп ретінде 1/9 есептеріңізді алдым оқулықтарыңыздан, яғни x квадрат минус x квадрат және минус x-тің жалпы x дәрежесі. Осының мәндерін табу керек, егер x-іміз 5-ке және 4-ке тең болған кезде. Табайық, не істейміз? X-ның орнына апарып 5-ті қоямыз, яғни 5-тің квадраты тең болады. Бізде қаншаға? 5 көбейтілген 5 25-ке. Енді минус x-тің квадратына қоямыз. Минус 5-тің квадраты тең болады. Қараймыз. Минус санын жұп дәрежесі деп бұл жерде қарастырмаймыз. Мына жерде x квадрат тек қана 5-ке ғана тиесілі. Минусқа тиесілі емес. Минусқа тиесілі болса, бұл жерде жақша тұру керек болады. Яғни минусымыз сол күйінде жазылады. 5-тің квадраты 25 болады. Сонда минус 25-ке тең болады. Ал мына жерде енді жағдай басқаша. Минус 5-тің жалпы квадраты. Яғни минус 5 мына квадраттың ішіне кіріп тұр деген сөз. Яғни минус санның квадраты, яғни жұп дәрежесі бізде 10 сан болады. Яғни минус 5-ті минус 5-ке көбейтеміз, 25-ке тең болады. Плюс 25. Шадастырмаймыз. Осы жерді көп балалар шадастырады. Шадастырмаймыз. Енді 4-ті қоямыз. 4-тің квадраты 16. Минус 4-тің квадраты минус 16. Минус 4-тің жалпы квадраты плюс 16. Яғни мына жерде минусымыз квадратқа қатысы жоқ, квадраттың ішіне кірмейді. Сондықтан да минусымыз сақталады нәтижеде. Ал мына жерде минусымыз квадраттың ішіне кіріп тұр, жақшаға алынып тұр. Яғни жалпы мына минус санның квадраты деп тұр. Онда одан плюс сан шығады. Неге? Өйткені дәрежеміз жұп болғандықтан. Келесі есеп ретінде 1/15 есеп, n-нің 5 дәрежесі қосылған n-нің 5 дәрежесі қосылған n-нің 5 дәрежесі ықшамдау керек. Яғни барлық айнымалы бірдей, дәрежелерде бірдей, негіздерде бірдей. Яғни алдында коэффициенттерін ғана қосамыз деген сөз. 1/5, 1, 2, 3. Яғни 3 n-нің 5 дәрежесі деп шығады. Енді келесі a көбейтілген a қосылған a көбейтілген a қосылған b көбейтілген b көбейтілген b қосылған b көбейтілген b көбейтілген b дейді. Енді бұны не істейміз? Яғни ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Яғни мына мүшені мына мүшені біріктіреміз, мына мүшені мына мүшелерді біріктіретін боламыз. Яғни бірінші дәрежелерді a көбейтілген a неше? Ол a-ның квадратын береді бізге. Солай ма? a-ның квадраты қосылған a-ның квадраты қосылған b-ның 3 дәрежесі қосылған b-ның 3 дәрежесі тең болады. Тең болады. Енді біріктіреміз. a квадрат қосылған a квадрат 2a квадрат. Алдындағы коэффициенттер ғана қосылады. b-ның кубы қосылған b-ның кубы 2-ның b-ның 3 дәрежесі тең болады. Енді ұқсас мүшелерді жақшаның сыртына шығарамыз. Яғни 2-ні шығарамыз. 2-ні жақшаның сыртына шығарамыз. Екеуінің ортақ болғандықтан жақшаның ішіне не қалады? a квадрат қалады. 2 сыртқа кетті. Қосылған b-ның 3 дәрежесі қалады. Міне осылай жинақтаймыз. Келесі есеп 1/16 минус b-ның 3 дәрежесі. Яғни ашуымыз керек біз дәрежені. Яғни минус b-ны өз-өзіне 3 рет көбейтеміз. 3 рет көбейтеміз. Мына жер минус my-тің 4 дәрежесі. Өз-өзіне минусын тастамаймыз. Минусын тастамаймыз. Жақшаларды тастамаймыз. Яғни минус жүрген жерде жақша жүреді. Яғни жалпы дәрежесі болып тұрғандықтан минус my-ті өз-өзін 4 рет көбейтеміз. Ал мына жерде енді жағдай басқаша. Мына жерде ешқандай жақша жоқ. Яғни 4 деген дәреже тек қана y-ге ғана тиесілі деген сөз. Сондықтан да тек қана y-ті өз-өзіне көбейтеміз. Минус n жазып қоямыз. Минус n-нің ешқандай қатысы жоқ дәрежеге. Көбейтілген y, көбейтілген y, көбейтілген y, көбейтілген y болады. Яғни y-ті өз-өзіне 4 рет көбейтеміз. Мына екі нәрсені 5 пен 6-ны шадастырмаймыз балалар. Жақшада тұрса, онда дәрежеге кіреді. Сонша көбейтеміз қанша дәреже болса. Ал жақша болмаса, онда тек қана дәреже қай негізінің үстінде тұр, сол негізді ғана 4 рет көбейтеміз. 1/19. 3-тің 4 дәрежесі азайтылған 5-тен 2-ның 2 дәрежесі көбейтілген 6/4-тен 1. Яғни не істейміз? Дәрежеге шығарамыз. 3-тің 4 дәрежесі қанша бізде? 81. Солай ма? 81
азайтылған бөлшек санды дәрежеге қалай шығарамыз? Амалын, айнымалысын және бөлімін жеке-жеке дәрежеге шығарамыз. 5-тің 2 дәрежесі 25, 2-нің 2 дәрежесі 4. Көбейтілген аралы санды дұрыс бөлшекке айналдырамыз. Қанша болады? 4. Яғни мынаны 6-ға көбейтеміз. 1-де қосамыз. 25 болады. Тең болады. Енді азайту мен көбейту амалы тұр. Бірінші қай амалы орындалады? Бірінші көбейту амалы, екінші азайту амалы орындалады. Яғни көбейту амалын орындаймыз, қысқаратында қысқартамыз. 4 пен 4 қысқарады, 25 пен 25 қысқарады. Сонда 81 азайтылған 1 шығады. Тең болады 80 шығады. Төртінші есеп 1-де 19-тың. 8 көбейтілген 0,15-тің 3 дәрежесі, яғни 5-ті 3 дәрежеге шығарамыз. 125, сонда 0,125 болады. Қосылған 125 көбейтілген 0,2-нің квадраты бізде 100-ден 4 болады. 100-ден 4 тең болады. Енді қараймыз, қай амалдар бірінші орындалады? Яғни көбейту амалы бірінші орындалады. Бірінші мына амал орындалады, екінші мына көбейту, үшінші қосынды орындалады. Көбейтеміз. 8-ді көбейтеміз 0,125-ке, бізде бұл жерде 1 шығады. Қосу. 125-ті көбейтеміз 0,104-ке, бізде шығады 5. 1-ге 5-і қосамыз. Жауап 6. Келесі 1-де 24-ші есеп. Мұқият боламыз. X квадратты көбейтеміз X-қа. Негіздері бірдей, дәрежелері біреуі 2, біреуінде 1. Көбейту болса, негіздері бірдей сандарды айнымалар көбейткен кезде негізін сол күйінде жазамыз. X-ті дәрежелері қосылады. 2 қосылған 1 тең болады. X-тің 3 дәрежесі шығады. Яғни негіздер жазылады, дәрежелері қосылады. Келесі X-тің 3 дәрежесін көбейтеміз X-тің 7 дәрежесіне. X-ті айнымалын жазып қоямыз. 3 қосылған 7 тең болады. X-тің 10 дәрежесі. 27-ші есеп. Мына өрнектердің тек қана 10 мән қабылдайтынын дәлелдеңдер. Қалай дәлелдейміз? Яғни X-тің 4 дәрежесі қосылған 1-дің мәні тек қана 10 болатынын қалай дәлелдейміз? Оны дәлелдейміз, дәрежеге қараймыз. X-тің жұп дәрежесі қандай сан болады дедік? 10 сан болады дедік. Солай ғой X-тің. Мына жер X-тің 4 дәрежесі 10. Бізде 1 дейтін 10 сан. Солай ма? Бұдан шығады, екеуінен шығады. X-тің 4 дәрежесі қосылған 1 бізде 10 болатындығы шығады. Дәл солай 3 бізде 10, солай ма? 4 минус X-тің квадраты деген өрнек бізде 10 ғой. Неге? Өйткені квадрат. 2 дәреже бізде жұп. 10 дәрежеден бізден всегда 10 сан шығады. Бұл екеуінен шығады. 3 екеуінің қосындысы да бізде 10 сан болатындығы шығады. Осылай дәлелдейсіз. Мінекей достар, мен сіздерге біраз есептер көрсеттім, дәреже көрсеткішке байланысты. Енді сол есептерді кішкене қарап, қорытып сіздердің пайдаларыңызға жарайды деген сенімде.